гарнизон жеке құрамы әскери ант қабылдау рәсіміне сапқа тұрғызды. Армысыздар ма жауынгерлер? Бүгін Сарыөзек гарнизонында жас сарбаздар ант қабылдады. 520 әскери қызметшілер, жас сарбаздар қатарымызға келген ант қабылдап, отан алдында ант беріп, Қазақстан Республикасының қарулы күштерін толықтырып жатыр. Оған көптеген 2000-ға жуық ата-аналар келді. Ата-аналар келіп, қуанып, өздерінің қуаныштарын көрсетіп, тілектерін айтты. Және көріністер көрсеттік. Енді бұл жас сарбаздар бізге деген көмекші болуға, отан сүйгіш, өздерінің отанын қорғауға үміттеніп тұр. Біз оған сенеміз, ол жас сарбаздарымызға. Және осы біздің Қазақстан Республикасының қауіпсіздігіне үлкендеген үлес қосады деп ойлаймыз.